Қайырлы күн, есім Руслан. Мен сізге осы компанияның ақпараты жайында толық ақпарат беретін боламын. Осы компанияның өнімдері қандай шығарып жатқан және халыққа беріп жатқан маркетинг план, ақшасы қандай, қаншалықты табыс беріп жатыр, қалай табыс табуға болады осы компаниядан, сол жайында түсіндіретін боламын. Бұл америкалық компания B-Epic деп айтылады. Өзім осы B-Epic компаниясының серіктесімін. Ендеше бастаймын. Жақсылап қараңыз, тыңдаңыз. B-Epic компаниясының негізін қалаған осы Дэн Патнам мырза. Мынау өзінің жаңағы отбасы деп айтсақ та болады. Бұл отбасылық бизнеске де жатады. Бұлар ғалымдар. Компанияның өнімдерін шығарып жатқан ғалымдары. Бұл айтқан кезде әрі қарай. Бұл компанияның өнімдерін шығарып жатқан Америка елінде Юта штатындағы заводы, яғни фабрикасы. Компанияның өзінің заводы, яғни фабрикасы бар. Осы жерден шығады барлық өнімдері. Және компания 2016 жылы құрылды. 2017 жылы нарыққа шықты. Қазіргі таңда нарықта 10 жылдан аста жұмыс жасап жатыр. Қазір 2026 жыл. Барлық сертификаттары бар. Осы өнімдерге халал деген сертификаты бар. Тағы да басқа сертификаттары бар. О жағынан проблема жоқ. Мынау компанияның табиғи жасушалық өнімдері, яғни клеточный питание. Яғни бұл БАДи емес, лекарство емес, дәрі емес. Бұл клеточный питание жасушалық өнімдер. Яғни құрамында макро, микро элементтері бар. Біз өмірімізде жеп көрмеген, дәмін көрмеген витаминдер бар. Бізге керекті өнім, бұл айтқан кезде. Жасушалық табиғи өнімдер, клеточный питание. Компанияда 20-дан астам өнімдер бар. Оның барлығын қазір айта беретін болсам кеш батады. Мен қысқа айта өтейін. Мына жерде қарап отырсаңыз түсіндірілген, көрсетілген. Мысалға кальций, магний дегендер мысалға бөлек-бөлек сатылады. Оны бөлек-бөлек сатып алатын болсаңыз үлкен ақша. Кәдімгі үлкен ақша аласыз, бөлек-бөлек аласыз оны. Осының барлығы кальций, магний, макро, микро элементтер, неше түрлі витаминдер А, Б деген. Соның барлығы осы бір ғана 58 капсуласына салынған. Ойлаңызшы, бір 58 капсуласында. Осы құрамында барлығы бар. Керемет адаптогендері бар. Енді айта алмайын, бұл өнімнің қандай екенін өзіңіз ішіп көрген кезде көресіз. Ең алғашқы компания ашылған кезде компания осы 58 өніммен шықты. Бір ғана өніммен. Осы бір ғана өніммен әлемді таңғалдырды. Сол бір ғана өніммен әлемді жаулап алды. Мен осы уақытқа дейін бұндай компанияны көрген жоқпын. Бір өніммен әлемді жаулап алған. Бір өніммен әлі күнге дейін осы өнім легендарный деп айтсақ та болады. Аңыз. Себебі бұл 700 ауруды алдын алады. Қартаюды алдын алады. Энергияны көтереді, иммунитетті көтереді. Адамның иммунитеті жоғары болса, аурудан сақ болады деген сөз. Қазақта сөз бар ғой, ауырып емін іздегенше ауырмаудың жолын ізде дейді. Міне ауырмаудың жолы бір 58 капсуласының құрамында барлығы бар. Сіз аптекаға барып кальций, магний бөлек-бөлек сатып алып жүрмейсіз. Мына жерде барлығы бар және сапалы. Артықшылықтары көп. Қарасаңыз, міне 58-дің құрамы, адаптогендер бар, қоспалары бар. Осындай. L-аргинин, L-цитруllин деген бар 58-дің құрамында. Кәдімгі керемет енді. Сөзбен айтып жеткізе алмайым. Бір өнім болып басталды басында. Осы компания ашылған кезде қазір енді өнімдер қосылды. Яғни күндізгі тамақ деп айтсақ та болады. Бұны ішкен кезде біріншіден қарныңызды ашпайды. Яғни продуктіге тамаққа эконом деген сөз. Салмақ, бой, соның барлығын өзі реттейді. Және екінші шыққан өнім Акселер 8 деген. Бұл енді екі түрлі капсуласы бар. Белый, фиолетовый. Күлгін және ақ капсула. Бұның мақсаты ақ капсула мен мына күлгін капсуланы кешке жатар кезде ішетін капсула. Өйткені ақ капсуланың құрамында мелатонин бар. Адамның түн ұйқысын тыныштандырады. Фиолетовый капсуланың құрамында бұл айтқандай детокс. Сіз ұйықтап отқан кезде ішіңіздегі мына шлак, токсин дегендер соның барлығын тазартып, тазалайды ба айтқан кезде ішінде жиналып қалған барлығын тазалайды. Көрдіңіз бе? Яғни осы Акселер 8, 58-ді екеуін қосқанда базал өнім деп айтамыз. Осы базал өнімнен бастаған дұрыс негізінде. Өйткені 58 күндізгі тамақ таңертең ішесіз, күні бойы бодрый болып жүресіз.
оның өзі 700 ауруды алдын алады. Және кешке келген кезде, жұмыстан шаршап келген кезде осы 2 капсуланы ішіп аласыз, болды. Сонда 3 түрлі капсула сізге 24/7 ағзамызда жұмыс жасайтын болады. Яғни керемет, енді бір сөзбен айтқанда, бойыңызда не бар, соның барлығын сыртқа шығарып жоқ қылып жібереді. Құрамы осындай. Оның бәрін айтып отырсам, уақыт ұзаққа кетеді. Және керемет осындай өнім бар. Б-кардио деген өнім шықты. Қазіргі қарап отырсаң, өлімнің көбісін жүректен кетіп жатыр, жүректен приступ. Жаңағы қарап отырсаң, әлем бойынша жалпы. Міне, мына Б-кардио соған арналған, жүрегіне байланысты. Мына жүректе қан тамыр, қан айналымын жақсартады. Ер адамдарға жаңағы простатитке жақсы, әйел адамдарға қазір көп қой, әйел адамдар жаңағы соған жақсы, жаңағы женіске дейді ғой, қан айналымға үшін. Бір сөзбен айтқанда керемет өнім. Керекті өнім. Мына өнім актив гринс деп айтылады. Жасыл мына шөптің нелерінен жасалынады. Бұл енді керемет, құрамында бәрі бар. Өзі детокс жасайды, өзі мына жүрекке, неге, салмақ, барлығына бұл. Енді мен сөзіме жеткізе алмаймын. Онкологияны алдын алады. Жаңа 58 онкологияны алдын алады. Аты жоқ жаман аурулардан жазылып жатқандар бар. Мына 58 жаңа мен айтқан өнімдерден. Бұл да сондай өнімнің бірі. Керемет, айта алмаймын. Сөзбен жеткізіп. Иммунокод деген аты айтып тұр. Иммунокод бұл енді шығып тұрады біздің компанияда. Капсула. Бұның өзінің ғалымы бар. Бұл енді аты айтқандай, бұл өнімді қолданған кезде мына бұрын жиналып қалған аурулар болатын. Мысалға талды кескен кезде түбі қалады да үсті кетеді ғой. Түбі қалады бәрі. Түбімен жойылмайды ғой. Оның түбін не істей алмайсың ғой. Тура сол сияқты мына өнім сіздің бұрыннан қалған мына аурулар болады, неше түрлі жаман аурулар болады, сары ауру дейді, неше түрлі. Соны тауып түбімен жояды екен бұл. Және мына жаңадан келатқан аурулардың вирустарды бұл жолатпайды екен бұлай. Бұл сондай өнім. Мына вирусқа қарсы, вирусты жоқ қылады, сондай бұл. Керемет өнім, бір сөзбен айтқан иммунокод деп атайды тұр өзі. Өзінің ғалымы бар. Мына жерде оқып алсаңыз болады, құрамында не бар, қалай. Бұл Эпикселим кофе деген компанияда кофе шықты, табиғи кофе. Енді қазір кофе көп қой, капучино, әртүрлі кофелер бар ғой, қазір лотте деп айтады. Одан айырмашылығы енді айтады ғой, кофенің зияны жоқ, пайдасы да жоқ деп айтады ғой. Бірақ көп іше берсең зияны бар кофенің, конечно. Жүректі отырғызады да ол. Ал мына кофе компанияның шығарып жатқан кофесін. Бұны ішсеңіз бұл керісінше пайдалы, денсаулыққа өте пайдалы. Таңертең ішесіз, кәдімгідей шай орнына ішсеңіз болады. Құрамында коллаген бар, берберин бар. Енді айта берем. Протеин бар, салмақты реттейді, қарның ашпайды. В общем, керемет кофе екен енді. Жаңағы ішіп жатқан кофеден 1000 есе артық бұл кофені. Ішіп көрсеңіз болады. Міне кофе құрамында қандай керемет, енді өзім ішіп жүрмін. Мынау тоже бұл коллаген. Енді коллагеннің барлық жерде коллаген бар, бірақ бұл коллаген, керемет коллаген, құрамында составын көрсеңіз, енді қаншама граммдар қосады ғой, 10-13 граммнан қосады коллагенді, берберин, әртүрлі нелерді. Мына кофеге де сондай қарасаңыз, керемет енді, тойымды, пайдалы айтқан кезде. Шашқа, тырнаққа деген сияқты көп қартаюды алдын алады коллаген және кофе. Кофенің құрамында да коллаген бар. Бағасы да тиімді. Мына өнім енді drink to shrink деп айтылады. Шай деп айтуға да болады, напиток деп айтуға да болады. Бұның пайдасы бұл детокс жасайды. Артық салмағы бар адамдар көбейіп кетті ғой, артық салмағы бар. Толық. Вот мынау соны детокс жасайды. Адам денсаулығын реттеу үшін алдымен бірінші детокс жасау керек. Детокс деген ішкеннің барлығын тазартады. Мына ішектің ішіне жиналған токсин, шлак, соның барлығын бір уақытта жоқ қылады. Мынау сондай өнімнің бірі. Drink to shrink, бұны ішетін кезде кешке үйде болу керексіз. Өйткені бұл дәретханаға жүгіртеді. Ішкен бойда жүгіртеді. Дәмі да күшті, сосын 2 түрлі дәмі бар. Бұл сондай өнім. Жаңа менің жоғарыда бірінші айтқан өнімді, базалық өнімді айттым, ол да сондай жаңағы. Ол да детокс жасайды. Керемет. Сол үшін мен базалық өнім деп айтамын. Мынау да мықты өнім, drink to shrink. Бұл Regener 8, Regener 8 деп айтады, куркумин қосылған чай деп айтады. Бұл да өте пайдалы. Кәдімгі мынаны ішкен кезде енді біз 5 жармақ жейміз ғой, сорпа ішеміз ғой. Тура сорпа ішкендей боласыз, ішкен бойда арқаңыздан тер ағып, кәдімгі денеңді қыздырып жібереді кәдімгідей. Құрамында коллаген бар тоже. Керекті өнім бұл. Енді куркуминді былай алатын болсаң қымбат тұрады ғой, нереально қымбат. Мына жерде куркумин енді айта алмаймын сөзбен, алып көру керек. Құрамы осындай.
Мына өнім хайдрид 8 деген бұл суға қосатын, суды тазалайтын, судың сапасын жоғарылататын пайдалы. Бізге қазір су ішіп жатырмыз, ішіп жатқан суымыз өліп қалған су. Дұрыс па? Мынау сол суды тірілтеді. Суға қосқан кезде суды тірілтеді. Яғни сіз тірі су ішесіз. Адам тірі су ішкен кезде мына іште жиналғанның барлығының ненің барлығы сыртқа шығып кетеді. Яғни сондай пайдалы өнім. Хайдрид 8 деген суға қосып ішетін өнім. Мынау мұрынға себет сондай не, бұл да күшті өнім. Drops. Және мынандай өнім бар тоже, TriGLP деген тоже салмақ түсіруге. Салмақ, артық салмақтан құтылуға. Бұл капля тілдің астына бүйтіп тамызған кезде, қан тамырлар арқылы тілдің астындағы бірден действие жасайды. Мен көріп отырмын, 1 сағатта, 2 сағатта салмағын тастап отқандар бар екен кәдімгідей. Сондай жылдам жұмыс жасайтын өнім екен бұл. TriGLP деген өнім. Алып көрсеңіз болады бұны. Міне, қандай нәтиже. 9 аптада, 3-8 аптада деген, 1-2 аптада деген сияқты міне. Бәрін көрсетіп қойған. Мынау Aliev Pro деген бұл пластыр. Бұны бір ғалым ойлап тапқан. Бұл пластырдың пайдасы, енді бұған эксперимент жасаған видеолар көп. Ауырған жерге жабыстырсаңыз болады, мына жерге, арқаға, жамбасқа деген сияқты. Жаңа грижан жазады, жөтелді басады. Ауырған жеріңді басатын, жабыстырған кезде қан айналым жақсартатын, қан айналым күшті болады. Қазақта сөз бар ғой, көз тимесін, сөз тимесін, көз тиеді, сөз тиеді деген сияқты. Мынаны жабыстырып алсаңыз, сізге көз де тимейді, сөз де тимейді. Өйткені жаман айналамыздағы жаман энергиядан ұстап тұрады, былай айтқан кезде. Жаман энергияны бізге жолатпайды. Бүйтіп жабыстырып аласың, 3 күн, 4 күн жүре берсеңіз болады, жабысып тұрып, жуына берсеңіз де болады. Бұл сондай өнім, мықты өнім енді. Сөзбен айтып жеткізе алмай жатырмын, бірақ бұл сондай әрбір үйде болу керек бұл өнім жаңағы Aliev Pro деген. 03 сияқты біз 03 шақырамыз ғой бірдеңе болса, ол келгенше қаншама уақыт. Мынау үйде болса, қай жерің ауырады, жабыстырсаңыз бірден басады. Табанға жабыстырсаңыз, табанда барлық нәрсе, табанға жабыстырсаң мүлдем күшті. Бұл сондай өнім. Мына құрамын оқып алсаңыз болады. Енді мына өнім ешқандай жерде жоқ. Мен таңғалдым, керемет. Компания адамның денсаулығына керекті өнімнен басқа, компания машинасы барларға машинаның денсаулығына өнім тауып қойған. Бұндай өнім жоқ, таппайсыз да. Бұл өнімнің аты Fuel Taps деп айтылады. Машинасы барларға жақсы. КамАЗ айдайды, автобус айдайтындар бар. Оның барлығы тегін жүрмейді, бензин құяды, солярка құяды, газ құяды дегендей. Оның барлығы ақша. А мына өнім сол бензин, солярка, газға қосқан кезде бензин, солярка, газдың сапасын арттырады. Айтқан кезде сіздің бензиніңіздің 100% жануын қамтамасыз етеді. Қазір мысалға бензин құямыз, мына салмайық. 100% бензин құйған кезде 100 литр, мысалы 100 литр құйдық дейікші. Соның бір 70% жанады, қалған 30-40% жанбайды. Қап-қара түтін болып шығып кетеді, болды. Сонда сіздің қаншама ақшаңыз расход кетіп жатыр. Мына өнімді сол бензин құйып жатқан кезде 100 литрге бір таблетка, дөңгелек 100 литр құйып жатқан кезде, сол кезде сіздің 100 литр бензиніңізді жаңағы 100% жағатындай қамтамасыз етеді. Өйткені мына бензин молекуладан тұрады екен, дөңгелек молекула. Кішкентайы бар, үлкені бар. Кішкентай енді молекула тез жанады ғой. Үлкен молекулалар мынандайлар, ол жанбайды олар. Сол үшін ол жанбағаннан кейін қара түтін болып шығады. Ал мына өнімнің мақсаты сол бензинге түскен кезде мынандай молекулаларды өзі бөлшектеп тастайды. Сол кезде сіздің бензиніңіз 100% жанады. Және моторыңыз жақсы болады. Машинаның тартысын жақсартатын бір сөз айтқанда. Және мына глушительден түтін қап-қара түтін болады бүйтіп ұстаған кезде. Сол глушительден түтін почти шықпауына, аз шығуына қамтамасыз етіп айтқан кезде. Ондай видеоларда бар. Әріптестеріміз жасап отқан кәдімгідей глушитель тап-таза, салоннан алған машина сияқты. Сондайға дейін апарат екен бұл. Былай айтқанда эконом бұл. Сіз ақшаңызға эконом. Ойлаңызшы. 100% бензин жанды деген сөз сіздің уже ақшаңыз толық жанды деген сөз, яғни сіз 100% экономдайсыз. Егер мынаны салмасаңыз, бензин құясыз, 70% жанады, 30%, 20% мусорға жаңағы қара түтін болып кетіп қалады, значит сіздің расход кетті деген сөз. Сонда мына өнімді қосқан кезде сіздің бензиніңіз 100% жанады деген сөз. Яғни сіздің 30-40% ақшаңыз қалтаңызда қалды деген сөз. Эконом. Яғни ақшаңыз эконом болады осы арқылы. Бензин құйған кезде осы арқылы сіз ақша экономдайсыз. Немесе машинасы бар танысыңызға берсеңіз, осыны алып, ол бір жағынан сыйлық болады. Өз машинаңызды қолдансаңыз эконом, сатсаңыз ақша. Мына бір пачкасында осындай 5 таблетка болады. Яғни 500 литрге арналған. Бір таблеткасы 100 литрге. Ортасынан бөлінеді,
ортасынан бөлінген кезде 2-ке бөлінген кезде ол 50 литрге, тағы да бүйтіп бөлінеді 4-ке бөлген кезде 25 литрге құюға болады мына өнімді. Ондай видеолар бар, хабарлассаңыз түсіндіреміз. Бұл сондай өнім, Fuel Taps деп айтылады. Бұл Америка елінен шығады. Америкада жаңа фабрикасы бар деп айттым. Фабрикадан тікелей келеді. Компанияның ортада делдал жоқ былай айтқан кезде. Компания сол үшін де осы уақытқа дейін жұмыс жасап келе жатыр. Таза, өйткені фабрикасы бар. Мұны Fuel Taps деген машинасы барларға таптырмас өнім. Мына жерде енді көрсетіп қойған, қалай эконом жасайды. Мысалы, жеңіл көлік айдайтындар осы өнімді қолданатын болса, 1 жыл бойы, мысалы, 1 жыл бойы. Егер ол жеңіл көлік айдайтын адам айына 500 литр бензин құртатын болса, мына өнімді қолданатын болса, мысалға, сонда қолданып жүрген кезде автокөлік айына сонда сіз 34.400 теңге эконом жасайды екенсіз. 1 жыл бойы қолданатын болса мына өнімді, жаңа бензинмен қосып, жеңіл көлік машина айдайтындар 1 жылда 412.800 теңге ақшасы қалтасында қалады екен да, былай қарасаң. Бұл жеңіл көлік. Енді үлкен машина, КамАЗ, үлкен фура деген сияқты. Олар қолданатын болса мына өнімді бензин құйып жатқан кезде. Егер ол айына 10.000 литр бензин құятын болса, енді қараңыз, мына өнімді қолданатын болса, айына 688.000 теңге, яғни 688.000 теңге ақшасы қалтасында қалады деген сөз мына водительдің. Егер 1 жыл бойы қолданатын болса мына өнімді 825.600 теңге, жоқ, 8.256.256.000 теңгесі қалтасында қалады екен. 8 миллион, ойлаңызшы, 1 жылда сіз эконом жасайсыз. Автобус айдайтындар осы өнімді қолданатын болса, егер автобус айдайтын айына 3.000 литр бензин құртатын болса, құятын болса, сондай расход жасайтын болса, егер осы өнімді қолданатын болса, автобус айдайтындар айына 206.400 теңге эконом жасайды. 206.400 теңге қалтасында қалады деген сөз. 1 жыл бойы қолданатын болса, 2.476.800 теңгесі қалтасында қалады. Бұл Американың статистикасы мынау, Американың несі мынау. Ал біздің Қазақстанда, СНГ-де одан да жоғары ғой, негізі 2 есе, 3 есе ғой. Бұл Американың статистикасы бойынша көрсетілген. Енді ойлай беріңіз, біздің Қазақстанның статистикасымен сіз нереально ақша экономдайсыз деген сөз. Мысалы, жеңіл көлік айына 500 литр, енді өзіңіз сұрақ қойыңыз, сіз машина айдайтын болсаңыз, айына сіз қанша литр бензин құртасыз? 500 литрден көп құртасыз, негізі 1000-2000 шығар. Енді есептей беріңіз, қаншама ақшаны сіз экономдайтын едіңіз. Егер мына өнімді қолданатын болсаңыз, қаншама ақшаны экономдайсыз. Бұл шындық, сондай статистика. Енді мына маркетинг план. Әрі қарай компанияның маркетинг жоспары бар, яғни осы компаниядан сіз ақша тапқыңыз келсе, үйде отырып, табыс онлайн, кәдімгідей аптасына, күніне, айына миллиондап, 10 миллиондап табыс тапқыңыз келсе, жаңа өнімдерді қолдану арқылы, онда компания маркетинг планы бар, нереальный маркетинг планы. Керемет, енді ақшаның барлығы осы компанияда бар, кәдімгідей оның барлығын халыққа қарастырған. Бірақ осы маркетинг план жайлы мен бөлек видео түсіремін. Өйткені оны түсіндіретін болсам, видео ұзаққа созылады. Сол үшін де алдағы уақытта тағы да осы маркетинг планға арнайы видео түсіретін боламын. Қараңыз. Міне мына жерде көрсетілді компания қашан ашылғаны. 2016 жылы сентябрь, октябрь, 2016 жылы ноябрь айының 11 күні. 2016 жылы ноябрь айының 11 күні құрылды компания. Және 2017 жылы январь айының 15-і нарыққа, әлемге шықты. Қазіргі уақытта компания мен әлемнің 180-нен астам мемлекет жұмыс істеп жатыр. Енді өзіңіз ойлана беріңіз. Керемет, аяғынан нық тұрған компания. Осы компания арқылы біздің Қазақстанда болсын, СНГ-де болсын, осы компанияға кіріп айналысып жатқан әрбір әріптес долларовый миллионер. Сенсеңіз де, сенбесеңіз де. Долларовый миллионер. Үйде отырып табыстауға болады. Қосымша сіздің жұмысыңыз болса да, қосымша айналыссаңыз да болады. Егер қаржылай тәуелсіз болғыңыз келсе, ақша мен уақыт сізге жұмыс жасағанын қаласаңыз, міне осы жерде маркетинг план бар. Сізбен бірге болған мен Руслан. Егер сұрақ болса, қызығушылық болса, төменге комментарий қалдырыңыз. Өзіңіздің керемет лайк басыңыз, қазақ тілді аудиторияны қолдаңыз және номерге хабарласыңыз. Мен сізге толық ақпарат түсіндіріп беретін боламын. Жаңа өнімдер жайлы және табыс табу жайлы. Сондықтан да ісіңізге сәттілік